Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Әли Дос каналы. Бүгінгі видеоның тақырыбы фастфуд өнімдері туралы. Яғни біз фастфудтың нағыз зияны туралы айтатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. Егер видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және комментарияға қандай заттардың зияны туралы шығарайық, соны да жазып кетіңіздер. Ендеше біз кеттік. Фастфуд өнімдері, яғни айтқанда бургер, донер және тағы басқалары. Сіз бұны міндетті түрде қолданып жеп көрген шығарсыз. Әсіресе мектеп оқушылары, студенттер және жұмыскерлер. Обедтен кейін қалтаңызда 300-400 немесе 1000 теңгедей болса, сіз оны міндетті түрде алып жейсіз. Дәрігерлердің айтуы бойынша осы фастфуд өнімдері ең зияндарының бірі болады. Яғни бұл ең қауіпті ауруының бірі, ол семіздікке апару жолы. Яғни сіз орташа бір гамбургерді жеп қойсаңыз, ол 1500 калория береді екен. 1500 калорияны сіз дейтін бір күнде жеуіңіз керек. Сіз оны 10-15 минуттың ішінде жеп тастайсыз. Және сіз оны жегеннен кейін бір күндік, яғни айтқанда бір күндік калорияны жеп тастағаннан кейін сіз оны бір күн бойы тоқ жүре бермейсіз. Әр кезде жарты сағат немесе 1 сағат тойып жүресіз. Және тек қана бургердің өзі емес, қасында кола немесе фанта, пепси, соктарды жұтуға қолданасыз. Енді ойланып көріңіз, бір бургердің ішінде 1500 калория болса, ал сіз негізі 1500 калорияны бір күннің ішінде ішіп жеуіңіз керек. Яғни таңертең 200 калория, 300, обедте 400 калория, кешке қарай 200-700 калория дегендей 1500 калорияны бір күннің ішінде жеуіңіз керек. Ал сіз енді гамбургерді бір жегеннен 1500 калорияға жеп тастайсыз. Енді арғарай көре беріңіз, қандай зиян алып келеді, қалай семіздік алып келеді. Осының бәрі сізге дәлел болып келетін болады. Енді қазіргі таңда жастардың көбісі осы гамбургерлерге, бургер, донер, тез дайындалатын өнімдерге, фастфудтарға өте қатты қызығады. Кішкентай кезден қызығады. Енді оған негізі үлкендер көбісі қызыға бермейді. Просто тез дайындалатын тамақ болғаннан кейін ол кісілер келіп сатып ала салады. Негізі шын айтайын, осы 1000 теңге, 500 теңге ол бургерді, фастфуд өнімдерін алғанша самса немесе пирожки алғандарыңыз жөн. Олардың калориясы да аз және жақсы тойдыратын болады. Және фастфуд өнімін қолданғаннан кейін сіздің шөлдеуіңіз өте қатты күшейетін болады. Шөлдеп кетесіз. Сөйтіп 1 литр немесе 0,5 коланы ішесіз де, енді 1 литр колада, яғни айтқанда 1 стакан колада 5 қасық қант болады. Сіз оны фастфуд өніммен, яғни бургермен қолданып ішесіз, жейсіз. Одан кейін примерно 1500 калория толып қалады. Одан кейін кешке қайта тамақ ішесіз. Сөйтіп сіз 10 күн немесе 15 күн қатарынан жүрсеңіз, сіз семіздікке ұшырайсыз. Яғни осы 15 күннің ішінде 2-3 килограмм қосып алуыңыз мүмкін. Енді нақты зиян айтып кетейін сіздерге фастфуд өнімдерінің. Ең бірінші жаңағы айтып кеткендей, ол семіздікке ұшырау. Екіншісі қант диабеті, яғни сахар ауруы. Үшіншісі ол асқазан. Төртіншісі ол жүрек. Осы 4 ең қауіпті аурулар осы фастфуд өнімдерінен шығатын болады. Себебі өйткені осы 4 аурулар осы фастфуд өнімдерінен шыққаны дәлелденген. Негізі сіз жақсы өмір сүргіңіз келсе, ең бірінші тамағыңызды дұрыстаған жөн. Яғни ішіп жейтін тамағыңызды күнделікті уақытысымен, таңертең, обедте, кешке уақытымен қолданып, дұрыстап еттеніп, фастфуд өнімдеріне мүлдем жолдамай, таңертең мысалға шәй, немесе нан, немесе обедте пирожки, кешкі тамақ сөйтіп қолданып, әр уақытымен ішіп жесеңіз, ол жақсы да. Ал сіз таңертең дым ішіп кетпей, обедте бургер жей саламын дегендей, ол асқазанға резко нагрузка беріп кетеді, яғни қиындық береді да. Ол сіздің денсаулығыңызға тіптен зиянды. Сөйтіп жаңағы аурулар қасына жақындай береді, яғни жүрек талмасы, қысымдары және семіздікке ұшырау, солардың бәрі осы заттардың кесірі. Мысалға қазіргі таңда Америкада, басқа елдерде көп кісілер томпақта, яғни толықта. Ол неден? Әрине олар фастфуд өнімдерін слишком өте көп, өте жиі қолданады.
бір-екі көшеден бір-екеуін қарасаң қолдарында фастфудтары, бургері бар, донері бар, коласы бар, сонымен жүре береді. Енді мен сіздерге нақты айтарым, осы фастфуд өнімдерін мүлдем қолданбаңыздар. Қазірден бастап қойыңыздар. Хотя болмай жатса бір айда немесе 2 айда 1-2 рет жеп тұрсаңыз болады, егер кәдімгідей сіз оған жерік болсаңыз. Ал егер жерік болмасаңыз мүлдем жемеген жөн. Слишком қиындыққа болып кеткен кезде жесеңіз болады. Оның орнына сіз әр уақытысымен тамағыңызды ішіп, таңертең, обедкісін, кешкісін күні-түні қолданып жеп ішсеңіз, сіз денсаулығыңыз бәрі жақсы болады. Сонымен ұйқыңыз да ешқандай ауру да болмайды сізде. Ең басты қазір адамдар жақсы аман болу үшін, ауру жұқтырмау үшін ең бірінші асқазанын жақсы қорыту үшін тамағын дұрыстаған жөн. Және екіншісі ол ұйқы. Осы екі нәрсені дұрыстасаңыз, сіздің өміріңіз өте жақсы болады. Енді сіздермен бірге болған Әлі Дос каналы. Видеоны ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл видео сіздерге пайдасы болады деген үміттемін. Фастфуд өнімдерін мүлдем қолданбаңыздар. Сіздерге кеңес бермеймін. Уақытысымен демалып, уақытысымен тамақ ішіп, денсаулықтарыңызға күтім қараңыздар. Енді комментарияға және қандай заттардың зияны туралы шығарайық, соны да жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Әлі Дос каналы. Видеоны ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.